Құрметті менің достарым, бүгін біз сіздерге пенсионный төлеп үйретеміз. Пенясымен бірге. Платежға кіресіздер. Платеж все дегенге барасыз. Одан кейін әрқайсысын көрсетемін. Штраф и налогқа кіресіздер. Одан кейін маған кіресіз. Одан кейін пенсионныйға кіресіз. Бірінші тұрған пенсионный, соған кіресіз. Кірген кезде міне пенсионныйдың өзін төлейсіз. 2900 теңге ме, неше теңге сізге төле деген? 10.000 теңге ме, 12.000 теңге ме, неше теңге шығарып берді, есептеп соны төлейсіз. Егер пеня төлейтін болсаңыз, міне пеня деген астында пеняны белгілейсіз. Сіз ең бірінші мынаны төлейтін болсаңыз, осының үстіне басасыз. Ал бұны төлеп болғаннан кейін барып қайттан кіріп шығасыз да, қайттан осыған кіріп, мынаны алып тастап, қайттан үстінен басасыз да, мынаған қоясыздар. Яғни екінші пеняны бөлек қайттан кіріп барып төлейсіздер. Бірден екеуін төлеуге болмайды. Бірінші обязательный пенсионный взнос КНП 0,10, екіншісі пеня, яғни 0,19 КНП 0,19 деп тұр. Не, КНП 0,19 деп тұр. Жеке төлеп шығасыздар. Бірінші енді біз пеняны төлейтін болғаннан кейін, мына жерге периодқа июнь или май дей салыңыз. 23 тұра береді. Артқы айдың біреуін таңдаймыз. Май или апрель десек болады. Май десек те болады. Соған окей дейсіз да, мына жерге өзіңіздің ЖСН-ді 2 рет тересіз. Сосын мына жерге неше теңге қарызсыз, соны төлейсіз. Мысалы 15.450 теңге болса, осыны төлейсіз. Ал пеня аздау болады шығар. 150 теңге пеня болса, пеняны басасыз да оплатить дейсіздер. Социальныйда төлейтін болсаңыз да өстесіздер. Социальный бірінші жерге кіріңіздер. Бұл жерде де пеня бірінші тұрған. Соны төлеп аласыздар. ЖСН теріп, период деген жерге любой бір айды, июнь или май, болмаса апрель деп артқы айдың біреуін таңдайсыздар. Жарай ма? Артқы ай деген, яғни болып кеткен айларымыз июнь, май, апрель, май, февраль деген сияқты біреуін таңдайсыздар. Сосын окей дейсізде, мына жерге ЖСН тересіз. 2 рет тересіз ЖСН-ді. Сосын мына жерге сумма соцзащитный 2450 теңге болса, соны төлейсіз. Қайттан шығасыз да, қайттан соны екінші төлеп болғаннан кейін қайттан кіресіз пенясын төлеу үшін. Қайталап айтып жатырмын, өйткені сіздерге пеня деп шықты, көрдіңіздер ғой. Мына жерге пеня деп шықты, КНП. Сол шыққаннан кейін ЖСН тересіз, мына жерге де бір айды төлейсіз. Жаңағы өзіңіздің терген айды ұмытпаңыз. Майды тердіңіз ба, майды, сосын окей дейсіз да, сосын ЖСН, мына жерге пеняға 100 теңге дейсіз. Әйтеу любой сізге қанша теңге қарыз шықты, соны жазасыз да, мына жерге окей оплатить дегенді басасыз. Енді медстрахование. Думан! Ай, Думан! Достар, екінші сіздер медстрахование мынаны тересіздер, міне. Ортада тұрған тересіздер. Осы.
мына жерде пенясы бар. Мынауысы бар. Бірінші осыны төлеп барып, белгілеп, осыны төлейсіздер. Мына жерден де артқы июнь айына деген сияқты. Ал барлық айына да төлеу керек болса, онда январдан бастап төлеп шығасыздар. Бір январ таңдап бір төлеп шығасыз, қайттан осыны таңдап екінші майды таңдап төлейсіз, одан кейін қайттан кіресіз да апрель айын төлейсіз. Мысалы, барлық айларға төлеу керек болса, ал сізде кейде бір айға есептеуі мүмкін, сіздің табысыңызды есептеп. Ол кезде артқы айдың любой бір айын таңдайсыз. Июнь емес, енді май, апрель, март, февраль бәрінің біреуін ғана таңдайсыз, егер бір рет шықса. Ал сізде барлығына 6 айдың январдан бастап июньге дейін болса, сіз июньге дейін төлеп шығыңыздар.